2023 жылдың 1 қыркүйегінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы ең алдымен былтырдан бері жүргізілген ауқымды саяси реформаларға тоқталып, елімізде күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамасы барынша орныққанын, адам құқығын қорғау саласында маңызды қадамдар жасалып, әділдік пен заң үстемдігін орнату үшін ауқымды жұмыстар атқарылғанын атап өтті. Мемлекет басшысы жолдауда өңдеуші және тау өнеркәсібі, қорғаныс өнеркәсіп кешені, ауыл шаруашылығы, энергетика, көлік логистика, қаржы, IT және цифрландыру, су ресурстары, креативті индустрияны дамыту, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдау жөнінде үкіметке нақты міндеттер жүктеді. Президенттің биылғы жолдауының ішінде ең басты деген мәселелер мынадай болды. Қорғаныс және ауыл шаруашылығы техникаларын жаңартып, жаңа техникаларды әкелу, елді газбен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды жалғасады. Су мәселесін шешу маңызды мәселе. Су ресурстары және ирригация министрлігі құрылады. Бизнестің жол картасы және қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын біріктірген жөн. Оны шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын кешенді бағдарламаға айналдыру. Құқық қорғау органдарының кәсіпкерлерді қудалауын біржолата тоқтату. Аудан әкімдеріне жергілікті бюджетті басқару құқығы беріледі. 5 жастан асқан балаларға арналған келешек атты бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін енгізуді тапсырды. Оған мемлекеттік сыйақы түседі. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап минималды айлық 85 мың теңге болады. Кәмелетке толмағандарға жасалған зорлық-зомбылықтың кез келген түріне қатысты жаза күшейтілмек. Және тағы да басқа мәселелерді көтерді. Жаңа Қазақстанды әрі қарай дамыту үшін, әділетті Қазақстанды құру үшін тек саяси және экономикалық реформалар жасау жеткіліксіз. Біріншіден, азаматтардың қоғамдық сана мен ниеті өзгеруі қажет. Онсыз қылған барлық жұмыс бекер болады. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру біздің еліміз үшін айрықша маңызды. Әрбір азаматымыз, әсіресе жастар, ең жақсы қасиеттерді бойына сіңіруі қажет. Оның бәрі бірігіп, бір тұтас қоғамдық қасиетке айналады. Егер әркім отаншыл, білімпаз, еңбекқор, тәртіпті, жауапты, әділ, үнемшіл және жанашыр болса, онда біз үшін алынбайтын қамал жоқ, деді президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы туған жерімізді, ата-бабаларымыздың баға жетпес мұрасын қорғау мен өркендетуді қамтамасыз ету әрбір қазақстандықтың перзенттік борышы екенін атап өтті. Мен еліміздің әрбір азаматын осы қасиетті парызға адал болуға шақырамын. Берекелі бірлігімізді сақтап, табанды еңбек етсек, отанымызды көркейтіп, ұрпаққа дамыған мемлекет ретінде табыстасақ, бабалар аманатына адалдық деген осы деп түйіндеді ол сөзін жолдаудың соңында.